Семей водоканал кәсіп орнының нысандарын аралаған ауқымды пресс-тур өтті. Журналистер мен мемлекеттік органдар өкілдері тарифтік сметалар мен инвестициялық бағдарламалардың қалай жүзеге асырылып жатқанын өз көздерімен көрді. Маршрутқа кәсіп орнының негізгі нысандары енгізілді. Мұнда тек желілерді жаңғырту ғана емес, болашақта қаланы сенімді сумен қамтуға тікелей әсер ететін күрделі реконструкция жүргізілуде. Бүгінгі пресс-турға келіп отқан себебіміз Семей водоканал мекемесі бойынша атқарылған жұмыстар туралы өз көзімізбен көріп кету мәселесі қарастырылған. Бұл жерде өздеріңіз көргенде жаңа бірінші объектіге бардық. Скважина дейміз. Сол жерден қалай су келетін, оған дейін электр желілерін ауыстырған болады, соны көрдік. Бұның бәрі биылғы бекітілген инвестициялық бағдарламада көзделген. Ол жұмыс бойынша толық орындалды. Қазіргі келіп отырғанымыз бұл жер кәріз жүйесінің жаңарту болып табылады. Соның жоба бойынша 1,5 километр көзделген. Қазіргі таңда 1 километр ғана істелген. Себебі бір-екі өзінің мәселелері туындаған. Жаңғырту жұмыстары қала көшелерінде де жалғасуда. Қазірдің өзінде сумен жабдықтау желілерінің ұзындығы 540 шақырымды, ал кәріз жүйесі 287 шақырымды құрайды. 2025 жылдың 7 айында былтырмен салыстырғанда көрсеткіш айтарлықтай өскен. Сумен жабдықтау көлемі 400 мың текше метрге, ал су бұру 312 мың текше метрге артқан. Дегенмен пресс-тур барысында проблемалы учаскелерде көрсетілді. Солардың бірі Фрунзе көшесінен Абай даңғылына дейінгі кәріз желісі. Қала орталығы қарқынды түрде көп қабатты үйлермен салынуда. Желілерге түсетін жүктеме артып келеді. Соның салдарынан мұнда жиі кері ағыс тіркелуде. Шешімі бар. Құбырлардың диаметрін үлкейту жобасы дайындалған. Бірақ іске асыруда кедергілер бар. Орталықта жаңа асфальт төселгендіктен кепілдік мерзімінде оны қазуға болмайды. Сондықтан жұмыстары бір бөлігі атқарылса, енді бір бөлігі уақытша тоқтап тұр. Совместный пресс-тур, на котором были рассмотрены. Биылғы жылы біздің кәсіпорын тарапынан инвестициялық бағдарламалар аясында атқарылған жұмыстарды қарастыру мақсатында бірлескен баспасөз туры өткізілді. Сапарымыз үлкен су торабынан басталды. Мұнда біз су торабының жұмысымен таныстық. Осы нысан бойынша биыл әуе байланыс желісі толықтай заманауи сыммен алмастырылды. Бұрынғы желі ағаш бағандарға орнатылған болатын, ал олардың біразы шіріп, апатты жағдай жиі орын алатын. Құстар қонса, бұтақтар құласа немесе қатты жел соқса, бағандар сынып қалатын. Сондықтан бүгінде олардың орнына темір бетонды тіректер қойылып, сым тартылды. Судың үздіксіз берілуі тікелей электр желісіне байланысты. Су торабы бірінші көтерілім, екінші көтерілім барлығы электр қуатына тәуелді. Егер жарық өшсе, сорғылар тоқтап, сәйкесінше су беруде тоқтатылады. Жаңа желілер орнатылғаннан кейін апаттық өшірулердің айтарлықтай азаятынына сенімдіміз. Сонымен қатар бұл нысанның негізгі және қосалқы екі желісі де толықтай жаңартылды. Бұрын оларда ағаш бағандарға орнатылған еді. Бүгінде екеуі де темір бетонды тіректерге ауыстырылды. Мамандардың айтуынша, бұл тек бір ауданның ғана емес, бүкіл қаланың мәселесі. Сол себепті инженерлік желілерді дамытудың кешенді жоспары қажет. Қазір бұл мәселе әкімдікпен бірлесіп талқылануда. Бұл қаланың тіршілігінде көзге көрінбейтін, бірақ аса маңызды жұмыс. Ажар Баужанқызы, Алишер Абилов, ТВК 6 телеарнасы.